Ассалаумағалейкум құрметті миллионерлер, сіздермен бірге мен Құлымбет. Бүгін мен сіздерге Bswap, өзімнің жақсы көретін DeFi обменниктерінің бірі бұл Bswap. Сол Bswap'тан ақшамды шығарып көрсетемін. Былай айтқанда интернет арқылы оңай жолмен ақша табудың бір схемасы. Енді бұл схеманы стейкинг десек те болады. Стейкинг дегеніміз қарапайым біздегі банктердің депозиттеріне ұқсас. То есть сіздер монета саласыздар, сол монета бойынша сіздерге жылдық процент түседі. Яғни енді жылына емес, каждый секунд сайын түседі. Қазір сіздерге көрсетейін. Мына жерде менде так, бұл стейк BSV басамын. И қарап тұрсаңыздар, қазіргі уақытта бізде годовой процент 129%. Қазіргі уақытта менің 1168 BSV токенім жатыр. Бұл қазіргі доллармен шағатын болсақ, 1300-1400 доллар шамасында. Мысалы, маған 5 либо 4 күнде уже 28 доллар түсті. 27-28 доллар түсті. Маған осы Bswap бойынша ай сайын 1000 доллармен, 1000 доллар дептім ғой, ай сайын 100 доллар мен 130 доллардың арасында түсіп жатыр. Бұл айтқанда пассивный табыс, кайфовый табыс дейді. Сіздер ақша салдыңыздар и ай сайын осылай процент алып отырасыздар. Онымен қоса бұл жерде реферальный сілтеме бар. Мен сілтемесін астына қоямын. Реферальный сілтеме арқылы өтіп 50% бонус алсаңыздар болады. Реферальный сілтемесі сіздер өте қарапайым. Либо Trust Wallet кошелектеріңіз арқылы кіресіздер. Там Trust Wallet кошелекте браузер бар. Сол жаққа встать етіп кіресіздер, либо прямо компьютермен қолданған болсаңыздар, астындағы сілтемені скопировать ете аласыздар да, оны Google Chrome'нан өзіне қойып, соған кіресіздер. Одан кейін просто MetaMask'тың Binance Smart Chain желісі арқылы коннект жасап, осы Bswap'қа кіресіздер. Ал достар, мен қазір сіздерге осы Bswap'тан ақшамды шығарып көрсетемін. Әрине бәрін шығармаймын, кішкене бөлігін шығарамын. Себебі мына менде чистый менен жатқан монета 1140, осының үстіне түскен монеталарды мен шығарып отырамын. Осы уақытқа дейін мен сентябрь айынан бастап уже осы Bswap'қа салып бастадым ақша. Сол сентябрь мен осы почти декабрь болып қалды. Сол аралықта маған 300 доллар шамасында табыс түсті. Мен оның бәрін шығарып отырамын, барлығын сақтамай шығарып, Polkadot бойынша парачейнге жіберіп отырмын. Сол арқылы мен уже Polkadot парачейнге қатысып отырмын. Екі проектіге қатыстым. Парачейн жайлы менде видеоларым бар, достар. Оны мен YouTube арнасынан көрсеңіздер болады. Бүгінгі біздің видеомыз ол жайлы емес. Бүгінгі менің видеом қалай оңай жолмен ақша табу схемасын көрсе болады. Как раз сізге көрсетеміз. Сенбейтін адамдарға шығарып. Мына мен ең бірінші минусты басамын. Так, минусты басып 28 шығаратын боламын. Міне 28 конфирм басамын. Бізде MetaMask пен комиссия алынады. Binance Smart Chain желісі. Міне көріп отырсыздар, менің балансымнан 28 BSV алынды. Осы BSV-ні мен енді BUSD токенге сататын боламын. Айырбастап, ол үшін мен Exchange-ге кіремін. Міне Exchange-ге кірдік. Осы жерде мен сәл төмен түсемін де, мына мен BSV монетасын таңдап аламын. Міне BSV таңдадым. Астына мен BUSD таңдаймын. И мына максимум басамын. Қазір мына максимум қайдан кнопка. Кішкене загрузка болып жатыр. Мен қазір страницаны бір обновление жасап жіберейін. Хоп. Міне одан кейін мен өзімнің бағанаға жазған 28-ім жаздым. 28 бізде BSV қазір уақытта 32 доллар болып тұр. И мен 32 доллар BSV аламын. Сосын барып Unlock Wallet-ті қазір менде кошелек шығып кетіпті. Коллекті басып MetaMask басамын. Қазір привязка жасап жіберейін. Ана обновление болған кезде міне шығарып жібердім. Міне все, чеки-пуки. Қостық, біз максималіне басамыз. И потом барып мына жерде біз swap'ты басамыз. Swap деген обмен деген сөз. Одан кейін confirm swap тағы басамыз. MetaMask арқылы комиссия төлейміз. Міне все, птичка жанында, все чеки-пуки. Так, міне көріп отырсыздар, бізге токен түсті. Мына жақта баланста бізде 43 пайда болды. То есть менде қазір 43 доллар. Енді осы 43 долларды мен Binance биржасына лақтыратын боламын. Ол үшін мен Binance биржасына кіріп, бірінші BUSD адрес аламын. Так, вводты басамын. Так, сеть менде Binance Smart Chain желісі. Менде қазір міне Binance Smart Chain желісі. Міне бізде адрес шықты. Осы адресті скайпировать етеміз. Скайпировать басамыз да MetaMask'ке кіреміз. MetaMask'ке кіріп, біз BUSD-ге кіреміз. Отправить басамыз. На поискқа ставить басамын. Скайпировать еткен адресімді. Астында бізде шықты нелер. мен так, BUSD дұрыс. И сумма максимум басамын. Далее басамын. Так, комиссия төлейміз. Бізден қазір 43 кетіп, Binance биржасына
$43 түсу керек. Сосын барып сол $43 мен қазір сіздердің алдарыңызда Polkadot сатып алатын боламын. Достар, мен балансыма түсті 43 BUSD және плюс мен өзімнің балансымда $1 болды. 44 болды вообще. Енді қазір мен бұны Polkadot сатып алу керекпін бұл токен бойынша. Ол үшін классическийге кіремін, торговля. И наяқтан біз поисқа Polkadot жазамыз. Так, dot жаздым, dot BUSD маған керек, dot BUSD-ге кіреміз. Міне бізде Polkadot'ның графикасы шықты, бағасы жестко өсіп жатыр. Жақындатып қарап жіберейін. Так, жақындатамыз. 15 минуттық графика. И жақындатамыз. 15 минут. Мына жақта бізде давайте ровно 38 мен аламыз. 38 деп қоямын. Хоп, 38, Polkadot 38-ге түскен кезде сатып алатын боламын. И 100%, 38 100%, фук. Купить басамын. Все, алында 1.15 дот бізге түсті. Балансқа қазір сіздерге көрсетіп жіберейін. Міне достар, бізге дот түсті. Ешқандай қиындығы жоқ. Мен всегда осылай Biswap DeFi обменниктен түскен проценттерімнің аздан үстінен түскен пайызымды шығарып отырамын. И потом барып соны мен обмен жасап, MetaMask'ке лақтырып, дот сатып алып отырамын. Кейде дот сатып аламын, кейде басқа монета аламын. Особо қатты бұл жерде бір разница жоқ. Мен осы уақытқа дейін примерно қателеспесем $300 шамасында Biswap арқылы табысымды шығардым. Сонымен достар, егер алдағы уақытта менімен бірге осы криптовалюта саласында ақша тапқыларыңыз келсе, онда осы видеоның астына лайктарыңызды басыңыздар, комментарийға сұрақтарыңызды жазыңыздар және подписка кнопкасын басып ұмытпаңыздар. Бұл үш қимыл осы YouTube арнамнан топқа шығуына көмектеседі. Осы жаңа жылға дейін YouTube арнама 10.000 оқырман жинаймыз деген мен мақсат қойып қойдым. Жаңа жылға дейін бір айдың көлемінде. Енді көреміз, барлығы сіздердің қолдарыңызда. Сол себепті әр адам, көрген адам лайк баса берсін. Біз топқа шығамыз, сөйтіп қазақ тілді аудиторияны бірге дамытайық. Сіздерге болған мен Зия Ахмет, келесі жүздескенше сау сәлеметте болайық. Чеки пау.